Фильмнің бастапқы кадрлары бізге Леди Либерти атты асхананы көрсетеді. Мұнда қызмет етіп күнін көріп жүрген JP атты жігітті өзінің әріптесі түртіп қаратады. Оның JP-ге өтініші бар. Жігіттің орнына кассаға тұрғанын қалайды. Ақкөңіл жігіт оңай көніп кассаға кетті. Онда JP өзінің әпкесі Лилимен кездесті. Онымен қоса құрбысы Андрея да бар. Көлік рөліне жайғасқан қыз Андрея Лилидің Колумбияға оқуға түскенін айтып сырын ашады. Мұны естігенде JP отбасының осы жайлы ақпаратты өзінен жасырғандығына таңғалады. Кейін әпкесін шығарып салу мақсатында олардың үйлеріне отырыс жасалды. Керемет көңіл күйдегі отырыста миграциямен айналысатын адамдар бұзды. Олардың басшылары губернатор Хаббер Фин еді. Бұл кісі қолға түскен мигранттар жайлы өз жарлығын шығарды. Өзінің қатал жарлығында барлық мигранттарды шекарадан шығарып жіберіңдер дейді. Осы жағдай JP-дің отбасына қиын соқты. Қолға түскен мигранттарды уақытша ұстау изоляторына қамайды. Кейін JP құқық қорғаушымен сөйлесе келе, губернатордың жарлығымен танысты. JP ақш шекарасында дүниеге келіп, осы жердің азаматтығын алғандықтан, оған төнер қауіп көп емес. Тек оның анасы басқа елдік, оның ақш жерінде қалуға мүмкіндігі төмен. Бұл жағдайдан анасын құтқарудың бір ғана амалы бар. Ол қарттар үйіндегі адамдарға жәрдемдесу еді. Сонда JP-дің анасының мойнына ілінген айыпты жоятын болады. Оларды қарттар үйіне әкелді. Барлық мигранттар алдағы 3 ай бойы осындағы қарт кемпірлерге көмектесіп жүретін болады. Оларға бұл қызметтің мақсаты жай ғана эксперимент деп түсіндірілді. Қарттар үйінде JP-ге қара нәсілді әжей таныстырылды. Өзінің қызметін атқару барысында кітапты әжейге оқып беріп отырғанда JP-ге әжей сөйлеп, оған сені мұнда өлім күтіп тұр дейді. Сол уақытта қызметкер жігіт пен қыз келіп, әжейдің тамағына дәрі егеді де JP-ге бар дейді. Жігіт іштей күдікке ілінді. Олардың барлығы астарын асханада ішуде. JP-дің жанына жайғасқан Крис атты жігіт әлденеден сезіктеніп арттарына тұрған әйнектен оларды біреу бақылап тұр дейді. Кейін Крис қайта тамақты ішпеймін, бұл арқылы бізді улауы мүмкін деп шу шығарады. Келгені енді ғана болса да, Крис қашу жолдарын іздейді. Бірақ ешқандай жоспарсыз құрдан-құр күзетшіге ұсталып, шокерден таяқ жеп алады. Денесі салбырап қалған оны бөлек бөлмеге жайғастырады. Түнгі уақытта JP оянып кетті. Қараса бір қат кемпір киімсіз, оған қандай да бір сөздерді қайталап тұр. Сол уақытта келген қызметкерлер қайтадан оған дәрі егіп оқиғаны реттеуге тырысады. Таңертең Суперстар жобасының негізін қалаушы Эдди Дэвис кеше ғана келген мигранттарды қарттар үйімен толық таныстыра бастады. Экскурсия барысында арбаға танылған қарттар ғана жататын бөлік таныстырылады. Дәл осы жерде кеше JP-ге шабуылдаған кемпір қашып кеткен еді. Осыдан соң JP өзі сұранып, осы жерде жұмыс жасайтын болды. Жігіттің алғашқы тапсырмасы мистер Эйтс. Оны жай ғана төсегіне жатқызу керек. Бірақ мәселесі басқада. Ол санитар Джеймспен сөзге келіп қала береді. Бұл жігіттің де нәсілшілдік әңгімелері таусылмай қойды. Ол екеуін сырттан келген Дэвис тоқтатты. Эйтс атай адамды тістей беретін. Шалды екі жағынан байлап болғанда JP-ге басқа жерден шабуылдап қолын жаралайды. JP есін жиса ауруханада жатыр. Соңғы рет көргені өзі талған соң Джеймстің шалға шабуылдағаны еді. Қалыпқа келген соң JP асханаға барып тамақтана бастады. Сол кезде бұлардың жанына қызметкер қыз Синти келе қалады. Камила Синтидан Кристен қайда екендігін сұрайды. Қыздың айтуынша оны қайтадан түрмеге алып кеткен екен. Биг Мак атты жігіт бұл ақпаратқа сене қоймады. Себебі Кристен ингаляторын дәлізден көріпті. Ал жігіт оны тастап еш жаққа кетпейтін. Кешкі уақытта Биг Мак Грет атты ханымды Филлипстің палатасына келеді. Жігіт теледидарды қосуға тыраштанып жүргенде шалдың тарапынан қорқынышты қимылдар орындала бастайды. Филлипс орнынан тұрып кетіп, саусақ сүйектерімен қоса бұл жігіттерін сынғанша майыстырып қорқынышты қимылдар жасайды. Мұны көргенде Биг Мак шалқасынан құлап, аузын қиып жүрегі қорыққаннан жарыла жаздады. Ал Филлипс шал сонда да өзінің сұмдық акробатикалық әдістерін көрсетіп, сүйектерін сынғанша майыстырды. Ертесі күні Дэвис мұндағы қызметшілердің барлығын жинап, бас қосу жасады. Басты тақырып Биг Мактың кеше көргені. Жігіттің өзінің айтуынша Филлипс кешегі сүйегі жоқ адамдай қимылдаған екен. Түнгі уақыт кезінде JP өзінің аяғындағы белгі бергіш құралды шешу жолын тапты. Кейін түнімен дәлізде қаңғып, достарының да құрылғыларын шешіп берді. Түнде Ника мен бассейнде уақыт өткізді. Таңертең көзін ашса кемпір бетіне қарап жатыр екен. Ника келіп оны алып кетті. JP болса Биг Макпен отырып алып, кешегі түнгі қызықты талқылауда. Сол уақытта JP-дің назары Гретке ауды. Ол оригамимен шұғылданып отыр. JP осындай оригамиді Лилиден көрген еді. JP оның қолындағысын тартып алды. Сол кезде қызметкерлер келіп, оған екпе салып кетеді. JP Грет пен екеуінің арасында бір шикілік бар екендігін сезді. Ал мұнда келген Камила кеше түнде не болғанын ұмытып қалыпты. Оған қоса мойнынан жара іздері пайда болған. Достары оны екпе шығар деп ойлайды. Камила есіне ештеңе түсіре алмай қойды. Түнде Греттің оригамиін қарап отырған JP онда көмек сұралып тұрғанын байқап, сол әжей жатқан палатаға барды.
Грет кемпірдің мойнына қараса, тура Лили әпкесіндегіндей тату тұр. Греттің өзінің әпкесі екендігін түсінген JP бұл бөлмеден кеткелі жатқанда Джеймс келіп оны ұрып талдырады. Ертесі күнгі таңғы аста JP жоқ, ал Камила оны Крис секілді түрмеге жіберді деп санайды. Тағы бір досынан айырылған Биг Мак JP-дің ісін ашуға кіріседі. Ол үшін жанына Ника мен Камиланы да алды. Үшеуі бірге басқару бөлмесіне келді. Онда Ника мен Биг Мак кіріп, қандай да бір белгісіз машинаның сызбасын байқайды. JP есін жиса қамауда екен. Оның жарты беті қартайып кеткен болатын. Оған қоса жанындағылардың да жарты беті қартайған. Бұл бір сұмдық болды. Үшеуі басқару бөлмесінен шыққанда, Биг Мак Камилаға көрген білгенін айтып бастайды. Джеймс те оның артынан келе қалды. Биг Мак одан шошып тұрғанда, Джеймс жігітке вентиляцияны тексеру жайлы тапсырма береді. Камила алып келе жатқан қария босап, орнынан тұрып Синтияға шабуылдайды. Оны ұстаймыз деп жанталасқандар, сатыға мінген Биг Макты құлатып, нәтижесінде оны талдырып тастайды. Синтия оны өзімізді емдей аламыз деп, дәрігер шақырмай Биг Макты бір бөлмеге алып кетеді. Ал жартылай қартайып кеткен JP қызметкер кездің жазған құпия сөзін қарап, сол арқылы шығып кетеді. Мұнда Джеймс келіп, оның жоқтығын байқаған соң, басқа әріптестеріне дабыл қақты. Ендігі бар назар босап шыққан JP-да еді. Сол себептен де Биг Мак қараусыз қалды. Жігіт өтірік ауру кейпіне шықты. JP қашу барысында зауыт секілді жерге тап болды. Оны көріп ол мұндағы қариялардан фастфудқа ет жасайтындығын түсінді. Оның үстіне ол еттерді өзі жұмыс жасайтын асханаға жібереді екен. Айта кетсек, ол асхананың басшысы қала губернаторы. Губернатор мен Дэвис асханалардың бірінде кездесу үстінде. Әкімнің айтуынша мигранттардан ет жасау ең тиімді тәсіл екен. JP қашу барысында Никаға кездесті. Сол сәтте Джеймс та келе қалды. Қыз болса JP-ді сатып, оның мойнына екпе салады. Қалың ұйқысынан оянған JP алдында Дэвисті көреді. Дэвис мұнда Никаны өзінің агенті ретінде шақырады. JP-ге Дэвис өзінің мигранттарға қатысты сасық ойын айта бастады. Ал бөлмесінде қамалып қалған Камила Биг Мактың арқасында босап шығып, Кристің пікірі бойынша асханадағы әйнекті сындырады. Сөйтсе шынымен де онда бақылау бөлмесі болған екен. Никамен жалғыз сөйлескен JP қыздан Лилидің жағдайын сұрайды. Ника оны тірі дейді, бірақ ақырында бәрін өлтіреді. Олар қарттар үйіне келгендердің барлығын гормондар арқылы қартайтып, кейін Филлипс сияқты сүйегі жұп-жұмсақ болғанда етке салады екен. Босап шыққан JP қартайып кеткен Камиланы кездестірді. Екеуі бірге сөйлесіп, бүгін кешке қашуға талпынамыз деп шешті. Кешке уақыт келгенде мұндағы барлық қарттар қызметкерлерге шабуылдай бастайды. Бастапқыда олар босап шыққандай көрінген, бірақ нағыз күшіне енген күзетшілер JP-дің соңына түскенде қартайып кеткен жігіт әлсіздік танытады. Сол уақытта вентиляциядан шыққан Биг Мак досына көмектесіп качокпен төбелесе кетті. Дәліз іші қартайғандар мен күзетшілер арасындағы шайқас алаңына айналды. Ал Лилиді алған Камила мен JP лифтке мінеді. Ол істемей тұрған соң JP басқа жол іздеуге кетті. Биг Мак болса төбелес ортасында. Шығар жолды іздеп жүріп JP Криспен кездесті. Ол қартайып темір торда қамалып тұр екен. Дэвис болса JP-ді ұрып, етке айналдыру жолына тастайды. Оның назары басқаға ауғанда, Камила Дэвисті ұрып құлатады. Бірақ көпке бармай, ол қайта JP-ді қылқындыруды бастайды. Сол уақытта босап шыққан Кристің денесі тартылып, Филлипстің қылықтарын жасай бастайды. Ол Дэвиске шабуылдап, оның мойнын үзді. Оның өзін етке салып, соңында әдемі стейк шыға келді. Қашып шыққан JP бастаған шал кемпірлер көшеде отыр. Оларға Биг Мак қосылды да жолдарын жалғастырды. Осымен киноның соңы. Достар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.